Достар, ассалаумалейкум. Бүгін 4 қыркүйек. Ұзынаш мал базары. Қазір ететмен жылқы ара қой түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер. Еркек тай 380 сұралатыр. Маған мыңғы 350 сұралатыр. Арқы тұрған байтал 400 мың. Құлынды биеге 550 мың сұралатыр. Арқы. Мындай 6 жасар айғыр бар екен. Алла 800 мың сұрап жатыр, жүп жас дейді. Вообще тырп етпейді. Саудасы бар. 250 мыңнан дейді. Саудасы бар. Бой орташа, бірақ денесі мощный енді. Жуан. Семіз. Егесі қасында жоқ, бірақ сұрады миллион дейді. Сұрайтын баға. Сартайға 270 сұрады. Зор семіз бие, дала семіз 2 ел. Қасымен 600 мыңға сатыл кетті дейді. Күнге көріне ме, көрінбей ме? 440 мың болды нақынан. Интервью. Еркек тайлар 265 мыңнан сатылды. Наған бордақы 375 мың берді, сатылмады. Аяғы қисықтау, бірақ мощный семіз. Сауынды биелер, жас биелер, емшек желіндер зор-зор. 2 литр береді дейді, бірақ 1 литр берсе де жақсы. 1 миллионнан дейді. 3 бие, дәуді. Осында 2 тай, ұрғаш 320-дан дейді, саудасы бар. Жуан нормально, бірақ қымбатта. 450 мың дейді, сауда бар. Еті жақсы, бірақ кішірек дейміз. Осындай құнан бар екен. Жуан 500 мың сұрады, 450-ге сатам дейді. Неудобный жерде тұр екен. Таспен. Тайларға 320 сұрады, мына мыңгіге 350 сұрады. 5 жасар бие, еті жақсы, 650 мың дейді. Жақсы тай бар екен, 360 мың сұрады, саудасы бар. Бес жасар айғырлар, арықтау кішкене. Бойлар бар, нормально. Екеуде мыңғы 550 мыңнан дейді. Тағалар бәрі бар. Достар, назарларыңызға отборный 20 биеде ұсынып отырмын. Бәрі боғаз, гарантия боғаз. Фабричныйда орналасқан, өте тәтті, вкусный бағада ұсынып отыр. Маған жекеге хабарласыңыз, WhatsApp нөмірі экранда тұр. Бірақ звондамаңыз, тек қана WhatsApp. Бәрі бір үйірден шыққан айғырлар да бар. Отборный, сочный биелер. Бәрі боғаз, қазір алып, жақсы бағада және көктемде тұрғызып сатсаңыз, кәдімгі бизнес немесе для разведения өте жақсы вариант. Маған хабарласыңыз, кім ұнатса, енді жақсы вариант деп ойлаймын өзім. Еркек тай 380 мың, саудасы бар. Енді 300-ге сатылса тоже нормально. Семіз құнан 505 мыңға сатылды. Денесі бар, нормальный. Қазір артынан түсіріп беремін. Күнге неудобный болып тұр. Мына сары құнан бағана 505 мыңға сатылған. Мына цыганский ауру айғыр сияқты 800 мың сұрады. Скелет жақсы, бірақ что-то арық слишком. Қара құлын 250 мың дейді, саудасы бар. Осындай құнанға 440 мың сұрады. Настроениесі жоқ, бірақ. Мына ұзын бойлы құнан 600 мың деді. Мына байтал 3,5 жасар 450 мың дейді. Жақсы баға сияқты бірі. Еркек тай 250 мың дейді. Мыналар
Енді 200-ге алуға болады. Нар тоже 250 мың сұрады. Нарық дөнендер 390 мыңнан деді, саудасы бар. Семіз малас, 2 бе 6 жасарлар бар дейді. 650 мыңнан деді. Енді семіз жақсы. 2 ел қазысымен. 650 қымбат болады, енді саудасын қылып алуға болады. 6 жасар айғыр дейді. Бірақ басы кішкенте. 500 мың дейді. Осында 7 жасар айғыр бар екен. Короче, 170 қой. Жоқ бар. 1 миллион сұрады, аяқ қолса. Осындай тайлар 250 мыңнан дейді, саудасы бар. Не бар екен? Ешек аралас. Аты не еді? Есінен шығып кетті. 350 мың сұрады вообще. Назор құнан екен. Бойы биік, 600 мың сұрады. Ар жағында 6 жасар көк қайғыр 950 мың сұрады. Жүп жас екен, жақсы. Оптым палтарашқалар 14 бас осындай. 250-ден сатпадым дейді. Кішкене қоссаң сатылады дейді. Жақсы негізі. Бәрі примерно осындай. Байтал бір ай ат көрінді тұрған. 400 мыңға сатылды. Ұрғашы бұзаулар 110 мыңнан. Сиыр 235 мың дейді. Мына қара еркек бұзау 200 мың дейді. $270 мың дейді. Саудасы бар. Еркек 215 сұрағатыр. Онда еркек 60 мың сұрағатыр. Бұзаулы сиыр, кәрлеу, обычный. 300 мың дейді, саудасы бар. Еркек бұзаулар 260-тан дейді, саудасы бар. Екі тана 250, бір тана екен. Арқысы бұзау еркек 220 дейді. Жақсы бұзаулар 170-тен дейді, қызыл. Бәрі ақбас. 9 бас дейді, 170 мыңнан. Кішкене сауда алу керек примерно. Атаналар 250 мыңнан дейді. Нағын 200 мың сұрады. Осындай бұзаулар 90 мыңнан дейді. 2 еркек, қалғандар ұрғаш. Саудасы бар. Мұна танаға 380 мың сұрады. Ангусқа ұқсайды. Семіз сиырлар 450 мың дейді, саудасы бар. Мұна бұқалар 285 мыңнан сұрағатыр. Үш бұқа 310 мыңнан дейді. $280 мыңнан сұраптыр. Мыналар 235 мыңнан дейді. Болатын жер 200 мың дейді. 260 мыңнан дейді. 100 мыңнан дейді еркектер. Семіз тигровый сиыр екен, 380 мың сұрады. Ауликоль бұзаулар дейді. Біреу еркек 120 мыңнан. Сиыр примерно 200 килограмм береді дейді. 390 мың саудасы бар. Семіз сиырлар 400 мыңнан дейді, саудасы бар. Базарда өшім семіз мал аз, бұқа 170 сұрағатыр. Мына бұқаны өшім 410-ға ал дейді. Алғышы 400 мың беріп атыр. Денесі ұзын бұқа. Сиыр 350 мыңға алдында. Мыналар 280 мың дейді, палтарашқа бұқалар.
қора оптым 350 мыңнан дейді. Мына бек қарап тұрған мен ана сарын екеуін 270-ке алам дейді, бір кісі 280 дейді. Мына байланған тай екен, семіз. Арт жағы жарқырап тұр. 350 мыңға сатылды деді енді. Қазір 34-ке сатылатын сияқты. Тұсақ дейді. Мына үлкен тоқтылар 36 мыңнан дейді. Түсіріп берем дейді, үшін 45 сұрап жатыр. Мына шеттегі тұрған 44-ке сатылды аға. Бергісі қошқар 70 мың дейді, саулық 67 мың. 55-60 мың дейді үлкендер. Мына қозылар 28 дейді. Мына 4 қозыны 90 мыңға берем дейді. Мына саулық 48 мыңнан дейді. Мына ешкілер 20 мыңнан сатылып кетті дейді. Миллион дейді қошқар. Прикол да. Бірақ мощный екен. Бұзау сияқты. 8 мың дейді. Түсіп қапты баға. Мына саулықтарға 50 мыңнан сұрап жатыр. 36 дейді. Тоқтыларды. Мыналарды 38 мыңнан деді. Осымен видеоны бітіремін. Каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Көргеніңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.